Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен бірге осы самсаның өте қатпарлы болу үшін керек дүниелермен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, әдеттегідей менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға ұнды електен өткізіп аламыз. Оның үстіне 3 ас қасық осындай сұйық майды қосып араластырып аламыз. Шамамен 300 мл суға жаңағыдай тұзымызды қосып араластырып аламыз. Және де осы тұзды суымызды шетінен кішкене құя отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Бұл жерде бұл судың барлығы кетпейді. Өздеріңіз көз мөлшерімен көріп, қамырымыз біріккенше қосасыздар. Міне біздің қамырымыз осылай әдемі болып бірікті. Енді бұл қамырымызды целлофан пакетке салып, жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз жарты сағат тұрды, үйі қаны әдемі болып шықты. Енді осы қамырымызды теңдей етіп 6 бөлікке бөліп аламыз. Бізде осындай кішкене 6 күлше шығады. Ендігі кезекте оларды жаямыз. Ол үшін менде мына жерде жартысы кукуруз крахмалы және жартысы ұн. Екеуін араластырып қолданатын боламыз. Кукуруз крахмалы ол жаңағыдай біз қамыр жайған кезде бір-біріне жабыспау үшін өте қажет. Егер кукуруз крахмалы болмаса, онда тек ұнмен қолдансаңыздар да болады. Әр күлшемізді осылай алақандай етіп жайып аламыз. Мінекей 6 күлшемізді де бірдей көлемде жайып алдық. Ендігі кезекте 3-3-ден алып, бірінің үстіне бірін қойып, арасына міндетті түрде жаңа дайындап қойған кукуруз крахмалы мен ұнның екеуін араластырып сеуіп отырамыз. Енді осы 3 қамырдан бірге қосып, осылай бірден үстінен жаямыз. Сонда олар бір-біріне жабыспайды, себебі бұл жерде кукуруз крахмалы бар. Сол себепті қорықпай осылай үстіне жая берсеңіздер болады. Егерде жаңағыдай түрік баклавасын жасап көрген болсаңыздар, білесіздер деп ойлаймын. Ол да дәл осындай әдіспен жайылады қамыры, және де өте жұқа жайылады. Кукуруз крахмалының арқасында қамыр бір-біріне жабыспайды, және өте жұқа болып, әдемі болып жайылады. Егерде сізде кукуруз крахмалы болмаса, онда ұнмен де дәл осылай жасай аласыздар. Міне біздің қамырымыз жайылды. Қараңыздар, бір-біріне жабыспайды, және осындай көлемде бізге жетеді. Ендігі кезекте осы 3 қамырдың арасына майымызды жағып, орап шығамыз. Майды алдын ала осылай ерітіп, және суытып аласыздар. Мен бұл жерде тоң май мен жаңағыдай сары май екеуін араластырып еріттім. Үшінші қамырды орналастырған соң, бетін міндетті түрде осылай оқтаумен жүргізіп, жаңағыдай ауаларын шығарып аламыз. Бетіне май жағып, осы қамырымызды шетінен орап аламыз. Енді осы оралған қамырымызды целлофан пакетке салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Және қалған 3 қамырды да дәл осылай арасына жаңағы кукуруз бен ұнды себе отырып жайып аламыз. Және майды жағып, осылай орап, оны да тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Қамырымыз дайын болғанша біз ортасына салатын жаңағыдай салмасын дайындаймыз. Бұл жерде менде 300-400 граммдай жаңағыдай сиырдың фаршы, және де 3-4 пиязды осылай майдалап өткізіп алдым блендерден. Және тұз бұрыш қосып, дәміне қарай араластырып дайындап алдым.
тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, бірдей бөлікке осылай және пышақпен бөліп аламыз. Және де осы дәл видеодағыдай етіп, қамырды үстінен басып, осылай жұғартып аламыз. Сонда қазір қамырымызды жайған кезде самсамыздың жан бетінде осы қатпарлары әдем болып көрініп тұрады. Оны себе отырып, осы қамырларымызды жайып аламыз. Орта жағынан көріп, шет жақтарын көбірек жаясыздар, ортасы қалыңдау болған дұрыс. Ендігі кезекте сіздерге қазір бір лайфхакпен бөлісемін. Осындай үйде барлығымыз немесе кішкене ғана осындай бокалы бар, немесе және стаканды қолдансаңыздар да болады. Сол стаканға қамырымызды осылай төсеп аламыз. Және де бетіне салатын жаңағы салмамызды, яғни фаршымызды саламыз. Сонан соң барып бөгеміз. Сол кезде жаңағыдай фарш өзінің ауырлығымен төмен қарай түседі де, самсамызды бүгіп болған соң аударған кезде беті осылай көмпиіп әдем болып тұрады. Барлық самсаларымызды осылай бүгіп аламыз. Және де бетіне осындай жұмыртқаның сарысына кішкене ғана сүт араластырып жағып шығамыз. Сонан соң әдемілік үшін кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Мен кунжут септім. Дәл осы рецепт бойынша менде 20 дана самса шықты. Және де олардың көлемдері орташа, үлкен емес. Егер сіздерге көп жасайтын болсаңыздар, онда осы рецепті 2 есеге ұлғайтсаңыздар болады. Алдын ала қызып тұрған пешке осы самсаларымызды беті қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, міне біздің самсамыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай қатпарлы, және бетіндегі қатпарлары көрініп, өте әдем болып тұрады екен. Сіздерге де дәл осы рецепт бойынша, және де дәл осындай мен секілді әдіспен жасауға кеңес беремін. Өте әдемі самса болып шықты. Сондай кішкентай, сүйкімді, және де келген қонақтарыңызға да жегенге өте ыңғайлы, әдем болып шығады. Егер видео сіздерге ұнаса, онда лайк басып, және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.